Спортзалға бару пайдалы нәрсе. Бірақ толықтай спортпен айналысуға әрқашан уақыт пен мүмкіндік бола бермейді. Бұл жағдайда инверттелген шам деп аталынатын қарапайым және ыңғайлы жаттығу орнына келеді. Бұл позаның мәні аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға сүйеніп, арқамен жату керек. Мұндай поза табиғи емес болып көріну мүмкін. Бірақ шын мәнінде бұл дененің көптеген функцияларын қалыпқа келтіруге және денсаулықты жақсартуға көмектеседі. 1 сағаттық жаттығудан да жаман емес. Қабырғаға жақын, ыңғайлы жатуға тырысыңыз. Және беліңіздің астына жастықты қойсаңыз болады. Аяқтарды қабырға бойымен көтеріп түзету керек. Қолдар дененің бойымен орналасып, оларды босаңсыту қажет. Бөкселер қабырғаға тірелу керек, ал аяқтар толығымен түзу болу қажет. Бұл позицияда 15-20 минут тұру керек. Маңыздысы табаныңызды түзу ұстауыңыз қажет. Назар аударыңыз, сіздің киіміңіз бос болу керек. Матаның денені қатайтуына жол бермеңіз. Белде және тобықтарда тығыз серпімді жолақтар болмауы керек. Бұл бейнеде мен сіздерге инверттелген шам жаттығуларының артықшылықтары және оларды кім орындамауы керектігі туралы айтып беремін. Арнада көкөністер мен жемістердің пайдалы қасиеттері және салауатты өмір салты туралы көптеген қызықты видеолар болады. Бізді жоғалтып алмау үшін каналға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Аяқтардың қан айналымын жақсарту. Жұмыс күннің соңында аяқтың ісіну және ауырлығы қалыпты жағдай. Егер күн ішінде сіз ұзақ уақыт бойы аяғыңызда тұруыңыз керек болса, онда бұл артық сұйықтықтың төменгі аяқтарда жиналуына келеді. Веноздық жүйеге жүктеме артады. Аяқтарды жоғары көтеру веноздық қанның кетуін жеңілдетеді. Бұл поза шаршауды жеңілдету үшін барлық адамдарға, әсіресе варикозды тамырлардан зардап шегетіндерге пайдалы. Жүйке жүйесін тыныштандыру. Оқуға, жұмысқа және әлеуметтік қысымға байланысты тұрақты күйзеліс пен алаңдаушылық жағдайында ми үнемі күрес режимін қосады. Жаттығулар сізге босаңсуға және көбірек оттегін жұтуға мүмкіндік береді, және ол тіндерді қанықтырады. Қан айналымы артады. Мұның бәрі жүйке жүйесіне пайдалы әсер етеді. Самай, мойын мен іштің кернеуін жеңілдетеді. Жақсартылған ас қорыту. Бұл поза ішкі органдағы қан ағымына оң әсер етеді. Тиісінше ішек моторикасын жақсартады. Бұл тағамның қорытылуын айтарлықтай жеңілдетеді және тездетеді. Егер сіз іш қатудан зардап шегетін болсаңыз, онда бұл жаттығу сіз үшін әсіресе пайдалы. Бұлшық еттердің демалуы. Бұл жаттығу жамбас пен төменгі аяқтың бұлшық еттері мен сіңірлерін тартады. Біз аяқтарымызды жоғары көтеріп жатқанда, бұлшық еттеріңіз сәл жүктеменің күйінде сияқты болады. Жүректен жүкті алып тастау. Жиі жаяу жүру немесе ұзақ уақыт тұру кезінде төменгі аяқ қолдар үлкен жүктемені сезінеді және оларға қанның үлкен көлемі кіреді. Осыған байланысты жүрек қанды қатты айдап, оны барлық тіндерге жеткізу үшін жиі жиырылады. Аяқтың көтерілуі жүректің демалуына мүмкіндік береді. Тамыр соғуы баяулайды. Ішкі процестер тыныштық күйіне өтеді. Терең ұйқы. Кейде аяқтардағы жану немесе қышу сезімі адамның тез ұйықтап кетуіне жол бермейді. Жақсы ұйқыға жүрек пен басқа мүшелердің оттегіге қажеті бар. Бұл жаттығуды үнемі орындау бұл сезімдерді жеңілдетеді және де қан қысымдағы оттегіні жоғарылатады. Арқадағы ауырсынуды азайту. Егер ауырсыну қандай да бір ауыр себептерден туындамаса, профилактикалық шара ретінде үнемі аяғыңызды қабырғаға тіреп жаттығуды үйреніңіз. Аяғыңызды көтергенде бұл қан қысымын түзетеді және омыртқаның табиғи иілуін сақтайды. Үлкен пайда алу үшін беліңіздің астына кішкентай жастық қоюға болады. Жаттығудың бастысы шұғыл қозғалыстар жасамау. Маңызды. Мұндай әрекеттің пайдасы көп болса да, кемшіліктер туралы есте сақтау керек. Жаттығуды аяғы немесе арқасы зақымданған адамдар жасамау керек. Қан қысымы жоғарылайтын адамдар аяқ көтеру тыйым салынған.
Сондай-ақ жүктілік кезінде сіз қабырғаға жақын немесе қабырғаға ұзақ қашықтықта орналаспауыңыз керек. Сондай-ақ басыңыздың астына жастық қою тыйым салынған. Бұл бұлшық еттерді тым қатты тартады. Бұл бейнені отбасыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз.